Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2025 жылы декреттік төлем қалай өзгереді, сол жайлы айтатын боламын. Барлық пайдалы ақпараттарды бүге-шүгесіне дейін білу үшін бейнені соңына дейін қараңыз. Қазақстанда ана мен балаға қолдау көрсету мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыттарының бірі. Жүктілік, босану және бала күтімі кезеңдерінде әйелдер мен отбасыларға қолайлы жағдай жасау үшін заңнамада декреттік демалыс және арнайы жәрдемақылар қарастырылған. Бұл аналардың денсаулығын сақтау, балалардың дұрыс күтімін қамтамасыз ету, сондай-ақ ата-аналарға алғашқы жылдары бала тәрбиесіне көңіл бөлуге мүмкіндік беру мақсатында енгізілген. Декреттік демалыс қанша күнге созылады? Қазақстанда декреттік демалыс қалыпты босану жағдайында 126 күн беріледі. Оның ішінде 70 күн жүктілік кезеңінде және 56 күн босанғаннан кейін. Ауыр босану, кесертілігі немесе егіздер мен үшемдер дүниеге келген жағдайда демалыс ұзақтығы 140 күнге дейін ұзартылады. Ядролық сынақтар аймағында тұратын әйелдер 170 күн, қалыпты жағдайда немесе 184 күн ауыр босану кезеңінде демалыс тағайындалады. Жаңа туған сәбиді асырап алған жағдайда баланың туған күнінен бастап 56 күн еңбекке жарамсыздық парағы ашылады. Бала күтіміне байланысты демалыс 3 жылға созылады. Бұл уақыт ішінде қызметкердің жұмыс орны сақталады. Демалысты ата-ананың бірі алуына болады. Мысалы, әкесі немесе анасы. Олар өз қалауымен демалыс уақытынан ерте жұмысқа орала алады. Бұл тәртіптер отбасыларға баланың алғашқы жылдарында қамқорлық жасауға қолайлы жағдай туғызады. Демалыс қалай рәсімделеді? Декреттік демалысты рәсімдеу үшін алдымен медициналық мекеме берген еңбекке уақытша жарамсыздық парағы қажет. Бұл құжатты алған соң, жұмыс істейтін әйел жұмыс берушінің атына демалыс беру туралы өтініш жазады. Өтініш тапсырылғаннан кейін мекеме қызметкері үшін декреттік демалыс туралы бұйрық шығады. Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы босануға дейінгі және кейінгі көрсетілген мерзімдегі бала туғаннан бастап 56-70 күнге дейін демалыс алуға мүмкіндік береді. Егер анасы, әкесі не қамқоршысы бала туғаннан кейінгі 56-дан 70 күн өткен соң жұмысқа оралуына жоспарламаса, тағы да ақысыз демалыс алу үшін өтініш жазылады. Бұл демалыс бала 3 жасқа толғанға дейін берілуі мүмкін. Жәрдемақының қандай түрлері бар? Жүкті және босанған әйелдерге берілетін жәрдемақының 3 түрі бар. Оның 3 түрі жұмыс істейтін әйелдерге, ал жұмыс істемейтін әйелдерге 2 түрі төленеді. Жұмыс істейтін әйелдер үшін жүктілігі және босануы бойынша табысынан айырылғанына байланысты әлеуметтік төлем босанғанға дейін. Баланың тууына байланысты 1 жылғы мемлекеттік жәрдемақы босанғаннан кейін. Баланың 1,5 жасқа толғанға дейінгі күтімі бойынша әлеуметтік жәрдемақы босанғаннан кейін. Жұмыс істемейтін әйелдер үшін баланың тууына байланысты 1 жылғы мемлекеттік жәрдемақы босанғаннан кейін. Баланың 1,5 жасқа толғанға дейін күтімі бойынша әлеуметтік жәрдемақы босанғаннан кейін. Қазақстанда бұл мемлекеттік жәрдемақы мөлшері басқалар сияқты айлық есептік көрсеткішпен есептеледі. Қаржы министрлігінің ашық порталында 2025-2027 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасы жарияланған еді. Құжатқа сәйкес 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап бір айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3932 теңгеге дейін өседі деп жоспарланған. Жүктілігі және босануы бойынша табысынан айырылуына байланысты әлеуметтік төлем қалай есептеледі? Табысынан айырылған жағдайға берілетін бір реттік әлеуметтік төлем төмендегі формула бойынша есептеледі. Орташа айлық табысты анықтау. Соңғы 12 айдағы жалпы табысыңызды қосып 12-ге бөліңіз. Бұл сіздің айлық орташа табысыңыз болады. Еңбекке жарамсыз күндер коэффициентін қолдану. Егер еңбекке жарамсыздық 126 күнге берілсе, коэффициент 4/2-ге шығады. Оны қалай шығарды дейсіздер ме? 126 бөлінген 30 тең болады 4/2 коэффициент. Егер 144 күнге берілсе, коэффициент 4/7. Яғни 140-ты бөлеміз 30-ға тең болады 4/7. Төлемді есептеу. Орташа айлық табысыңызды еңбекке жарамсыздық коэффициентіне көбейтіңіз. Нәтижесінен 10% зейнетақы жарнасына шегеріңіз. Мысалы, айталық, сіздің айлық орташа табысыңыз 250 мың теңге.
есептеу былай жүргізіледі: 250 мың көбейтілген 4/2 тең болады 1 миллион 50 мың теңге. 10% зейнетақы жарнасына шегерілген соң 1 миллион 50 мыңнан аламыз 105 мың теңгені, тең болады 945 мың теңге болады. Бұл сіздің қолға алатын декреттік төлем сомасы. Маңызды ескерту: мемлекет 7 ең төменгі жалақы мөлшерінен аспайтын соманы ғана төлейді. Егер табысыңыз осы мөлшерден жоғары болса, төлемдер басқаша есептеледі. 2025 жылғы ең төменгі жалақы мөлшері 85 мың теңге. Ал 7 ең төменгі жалақы мөлшері 595 мың теңге. Демек, 595 мың теңге көбейту 4/2 тең болады 2 миллион 499 мың теңге болады. Одан зейнетақы жарнасы шегерілген соң 2 миллион 499 мыңнан алынған 249 мың 900 тең болады 2 миллион 249 мың 100 теңге шығады. Бұл мемлекет төлейтін ең жоғарғы төлем сомасы. Егер сіздің жалақыңыз осы шектен асса, жұмыс беруші үстіндегі айырманы еңбек шартына сәйкес төлеп бере алады. Сондықтан еңбек келісіміңізде бұл тармақтың көрсетілгенін тексеру маңызды. Баланың тууына байланысты бір жылғы мемлекеттік жәрдемақы. Бала тууға байланысты тағайындалатын бір жылғы мемлекеттік жәрдемақы. Бұл жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін әйелдерге де берілетін әлеуметтік көмек. Жәрдемақыны алу үшін өтініш беру үшін халыққа қызмет көрсету орталығы немесе егов порталын пайдалану қажет. Өтініш берушіге келесі құжаттар қажет болады: жеке басын куәландыратын құжат, баланың тууы туралы куәлігі, неке қию және бұзу туралы куәлік қажет болған жағдайда, балаға қамқоршылық белгілерін растайтын құжат немесе бала асырап алу туралы мәліметтер, тұрғылықты жері бойынша тіркелу туралы мәлімет. 2025 жылғы жәрдемақының мөлшері: бірінші, екінші және үшінші баланың тууына 149 мың 416 теңге, төртінші және одан да көп балаға 247 мың 716 теңге, баланың 1,5 жасқа толғанға дейінгі күтімі бойынша әлеуметтік жәрдемақы, бала күтіміне байланысты ай сайынғы жәрдемақы сәби 1,5 жасқа толғанға дейін төленеді. Бұл жәрдемақы балаға қарайтын және міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатыспаған жұмыс істемейтін әйелдер мен ерлерге тағайындалады. Жәрдемақы мөлшері бала санына байланысты өзгеріп отырады. 2025 жылғы есеп бойынша төленетін жәрдемақы: бірінші балаға 22 мың 649 теңге, екінші балаға 26 мың 777 теңге, үшінші балаға 30 мың 867 теңге, төртінші және одан да көп балаларға 34 мың 995 теңге. Көп балалы отбасыға берілетін жәрдемақы: кәмелетке толмаған 4 және одан көп балалары 13-18 жасқа толғаннан кейін білім беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін, бірақ 23 жасқа толғанға дейін, орта техникалық және кәсіптік орта біліммен кейінгі жоғарғы және білім беру ұйымдарында күндіз оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар көп балалы отбасыларға тағайындалатын және төленетін ай сайынғы мемлекеттік жәрдемақы. Оның мөлшері бала санына қарай есептеледі. 2025 жылғы есеп бойынша төленетін жәрдемақы: 4 балаға 63 мың 30 теңге, 5 балаға 78 мың 798 теңге, 6 балаға 94 мың 565 теңге, 7 балаға 110 мың 332 теңге, 8 және одан да көп баланың әрбіріне 15 мың 728 теңгеден қосылып отырады. Декреттік демалысқа шыққан жұмыс істейтін әйел немесе ер адамға бала 1,5 жасқа толғанға дейін жәрдемақы басқаша төленеді. Бұл төлем соңғы 24 айдағы табысының негізінде есептеледі. Есептеу тәсілі: соңғы 24 айдағы табысты 24-ке бөлу, нәтижесінде 0,4-ке көбейту, яғни табысыңыздың 40% болады. Мысалы, егер адам 2 жыл бойы айына 250 мың теңге жалақымен жұмыс істесе, онда оны 24-ке бөлгенде 250 мың теңге шығады. Осы соманы 0,4-ке көбейткенде 100 мың теңге болады. Бұдан басқа, бұл есептеуде сыйақы, еңбек демалысы төлемі сияқты қосымша төлемдер де ескеріледі. Бірақ төлемнің жалпы сомасы 7 еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінен аспауы тиіс. Бір ең төменгі жалақы 85 мың теңге болғандықтан, ең жоғарғы төлем сомасы 595 мың теңге болады. Жалпы бұл әлеуметтік төлем жұмысшының соңғы 24 айдағы табысының 40%-ын құрайды, бірақ оның мөлшері 595 мың теңгеден аспауы керек. Достар,
Осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.